Ассалаумағалейкум армағазақ елі. Бүгінгі хикаямыз жылан туған әйел. Бұл тақырыптың өзі адамның ішкі дүниесін қылт еткізетіндей. Ал онда біз хикаямызды бастайық. Сізден болса бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуіңізді ұсына күтіне отырамыз. Бұл дүниеде адамда жылан туады ма? Әрине болуы мүмкін. Бұл әлемде 7 миллиардтан астам адам бар. Яғни о 7 миллиард адамның 7 миллиардта тағдыры, өмірі, ғұмыры бар. Міне бүгін біз жылан туған әйел турасындағы хикаяны баяндап береміз. Осындай шеткі қыстақтардың ауылдардың бірінде бір әйел толғағы күніне жетпей 8 айлығында босана жаздады. Солайша ол дәріханаға барып өзін көрсетті. Сол кезде дәрігерлер әлі ай-күні бар екенін және де бір айдан кейін босану керектігін айтып, баланы аман қалу үшін әрекетін жасай бастады. Осылайша дәрігер балғызды УЗИ-ханасына кіргізді деген ол жерден бақырған дыбыспен «Тез операцияханасын әзірлеңіздер, баланың әкесі кім, мұнда келсін» деп айқайып жіберді. Мұны естіген күйеуі асығып пысып ішкерге кіргенде врачтың айтқан әңгімесіне есін танып қала жаздады. Ол врач былай деді: сіздің әйеліңіздің ішінде балаңыздан басқа және бір нәрсе бұралып жатыр. Ол жылан. Егер оған алып тастамасақ, балаңыздың пердесін жыртып жіберіп, балаңыз майып болады деді. Әйелді операцияханасына алып кіріп кетті деген бір сағаттан кейін бір қарыстай жыланды алып шықты да міне деп көрсетті. Сол кезде күйеуі аң-таң болды. Бұл әйеліңізге қалай кіріп кеткенін енді ол кісі оянғаннан кейін сұраймыз, деді врач. Кейін барып әйелден мән-жайын сұраған кезде күйеуі жоқ кезде тыса жерге отырып дәрет алған әйел жерге сіңіреп өзін босатқан. Сол кезде қатты ауру тұрған. Бұл ауру не екенін түсінбеген әйел оны толғақ айлығы деп ойлағандағын сол күйі кете берген. Осылайша дәрігерханаға келгеніне осы болып отқанын айтты. Ал врачтардың, докторлардың арасында жылан туған әйел деген сөз әңгіме сөз болып қалып кетті. Егер осы хикаямыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, біздің күн бойына жасаған еңбегімізді бағалай кетіңіз.